Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етінен жасалатын өте дәмді әрі оңай тағамның түрімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауық аяқтарын маринадтаймыз. Ол үшін тұз, қара бұрыш, паприка, томат пастасы, 3 ас қасық майонез және 5-6 тісше сарымсақты үккіштен өткізу арқылы қосамыз. Және барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тауықтың кез келген бөлшегін қолдансаңыздар болады. Енді бетін пищевая пленкамен жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Бұл уақыт аралығында біздің тауығымыз маринадталып дайын болады. Енді 1 сағаттан соң тауықтың аяқтарын противенге қойып шығамыз. Дәл осылай қойсаңыздар болады, себебі жанына біз қазір картобымызды қосамыз. Яғни ол үшін қалған маринадқа картобымызды салып, тағы да араластырып аламыз да жан-жағына қоямыз. Картобымыздың тез пісетініне сенімді болсаңыз, мен сияқты ірігіп тұраңыз, сенімсіз болсаңыз, онда жұқалап тұрғаныңыз абзал. Енді дәл осы күйінше қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Осы уақыт аралығында біздің картобымызда етімізде толықтай болып піседі, құрғақ болмайды. Тауықтың соғы бөлінгендіктен орысша айтқанда сочный болып піседі. Өте дәмді әрі оңай жасалады. Уақытыңыз тығыз кезде дәл осы тамақты пісірсеңіз болады. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, әрі каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда шығатын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін колокольчикке басып қойыңыздар.